Достар, арнамыздың 75% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпа. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоны шығаруыма себеп болады. Цутому Миядзаки, жапондық педофил және каннибалистік сериал өлтіруші. Миядзаки туылғанда мерзімінен бұрын босану нәтижесінде қолдары деформацияланған. Оның қолдары білектеріне біріктірілген, яғни қолды айналдыру үшін бүкіл білегін жылжыту керек еді. Бастауыш мектеп жылдарында ол өзінің деформациясына байланысты ұялшақ оқушы болды. Бұл оның мангаға деген құмарлығын тудырды. Басқа адамдармен араласудағы қиындықтарына қарамастан, ол бастапқыда орта мектептегі ең жақсы студенттердің бірі болды. Оның бағалары төмендей бастаған соң, нәтижесінде Токиодағы жеке және беделді университет Мэйдзи университетіне қабылданбайды. Кейінірек Миядзаки кіші колледжге түсіп, фототехник болу үшін оқи бастайды. Миядзаки көп ұзамай жыныс мүшесінің өлшеміне және әйелдермен араласуға қабілетсіздігіне байланысты кемшілігі болды. Оның хоббиі теннисші қыздарды суретке түсіру болды. Сондықтан ол оларды мастурбация жасау үшін пайдаланды. Миядзаки ата-анасының үйіне көшіп, үлкен әпкесімен бір бөлмеде тұрды. Миядзакидің отбасы өз қаласында өте ықпалды болды. Әкесінің газет редакциясы болды, бірақ оның жұмысын өз қолына алғысы келмеді. Миядзаки кейінірек дәл осы кезеңде өзін-өзі өлтіру туралы ойлай бастайды. Миядзаки 1988 жылы мамырда қайтыс болған атасынан басқа отбасындағылардың барлығын ұнатпайтын. Оның өлімі Миядзакидің депрессиясын нашарлатты және одан бірдеңені сақтап қалу әдісі ретінде Миядзаки атасының күлінің бір бөлігін жейді. Бірнеше аптадан кейін Миядзаки әпкесі душ қабылдап жатқанда тыңшылықпен ұсталып қалып, онымен жанжалдасып, анасына және оған шабуыл жасайды. Миядзаки порнографиялық аниме, ересектерге арналған журналдар, зорлық-зомбылық туралы фильмдер мен балалар порносын жинай бастайды. 1988 жылы 22 тамызда туған күнінен бір күн өткен соң Миядзаки құрбысының үйінде ойнап жүрген Мари Конно есімді жас қызды ұрлап алып, оны орман алқабына апарып тастайды. Сосын оны тұншықтырып өлтіреді және оның мәйітімен некрофилдік әрекеттерге барып, жыныстық қатынасқа түседі. Оны үйінің жанындағы төбелерге көміп, киімін өзімен бірге алып кетеді. Кейін Миядзаки қайта оралып, дене бөліктері мен кейбір тістерін алып, сүйектерін ұнтаққа айналдырып, оны тістері мен киімдері мен Мари өртелді, сүйектер, тергеу, дәлелдеу деген жазуы бар ашық хатпен бірге қорапқа салып, оны отбасына жібереді. Миядзаки қыздың қолдары мен аяқтарын пәтерінде сақтайды. Сол жылы 3 қазанда Миядзаки жолдан жалғыз жүрген Масами Йошизаваны көріп қалып, оны көлікке мінгізіп, Конноны өлтірген жерге апарып, баланы тұншықтырып өлтіріп, оның мәйітімен жыныстық қатынасқа түсу үрдісін қайталайды. Келесі айда Миядзаки досының үйінен қайтып келе жатқанда, ол жолдан Эрика Нанбаны ұрлап алып, көлік тұрағына апарып, оны шешінуге мәжбүрлеп, өлтірмес бұрын оның жалаңаш денесін суретке түсіріп алады. 1989 жыл 6 маусымда Миядзаки қызды суретке түсіргеннен кейін көлігіне мінгізіп алып, оны өлтіреді. Денесін өз пәтерінде қалдырып, некрофилияға пайдаланып, оны әртүрлі позицияларды суретке түсіріп видеоға түсіреді. Оның денесі ыдырай бастағанда, Миядзаки оны бөлшектеп, басын зиратқа, ал денесін ормандағы төбелерге тастайды. Бірақ ол кейінірек дене бөліктерін алып, оларды шкафында сақтайды. Миядзаки 1989 жылы 23 шілдеде қамауға алынады. Көп ұзамай полиция Миядзакидің коллекциясы мен жасырған дене бөліктерін табады. Оның соты кезінде Миядзаки кісі өлтірулер үшін оны өлтіруге мәжбүрлеген егеу құйрық адам деп аталатын альтер эгоны кінәлайды. Сот оны жауапқа тартуға жарамды деп тауып, өлім жазасына кеседі. Миядзакидің әкесі 1994 жылы баласына өзін-өзі қорғау үшін ақша төлеуден бас тартады. Миядзаки 2008 жылы 17 маусымда 45 жасында дарға асылады. Миядзаки 4 пен 7 жас аралығындағы қыздарды нысанаға алған. Ол Сайтама мен Токио префектураларын айналып өтіп, көзге түскен бірінші қолайлы қызды не оны манипуляциялау немесе көлікке мәжбүрлеу арқылы ұрлап кетеді. Содан кейін ол жәбірленушіні оңаша жерге апарып, оны тұншықтырып өлтіреді. Миядзаки қолтаңба ретінде өзінің құрбандарының отбасыларына үнсіз телефон соғады. Егер олар жауап бермесе, телефондар кем дегенде 20 минутқа дейін шырылдайтын.
Кейбір отбасыларға баланың өлтірілуіне байланысты құпия сөздерді қалыптастыру үшін журналдардан кесілген хаттар жазылған ашық хаттар берілді. Өзінің құрбандарын өлтіргеннен кейін ол олардың мәйіттерімен некрофилдік әрекеттерге барды және бір дененің бір бөлігін каннибализмге айналдырды. Миядзаки құрбандарының киімдері мен дене бөліктерін өз шкафында тығып олжа ретінде сақтайтын. Психологтар оның есі дұрыс, бірақ диссоциативті тұлғалық бұзылулардан да шизофренияның ауыр түрінен де зардап шеккен деген қорытындыға келеді. Дегенмен басқа психологтар оның айқын бұзылуы жоқ деп болжайды. Цукуба университетінің психологы доктор Сусума Ода оның сериялық кісі өлтірулерін сирек кездесетін жан түршігерлік өлтірулер деп сипаттады. Профессор және психотерапевт Акира Иши бірінші кезекте ол педофил, екіншіден кісі өлтіруші екенін айтты. Өйткені өлтіру оның кішкентай қыздарға деген қызығушылығын кеңейту, оларға ие болу тәсілі болды деді.